Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менде тағы да компот жабамыз. Компот алқорменен шабдалдан. Өткен жолы менде өрікпенен алқордан болған. Бұл жолы енді шабдалменен алқордан жасаймын. Және жабу әдісім кішкене басқаша болды. Бұл жолы басқаша жабамыз. Бірге болыңыздар. Банкаларым осылай стерилизоваттаймын. Мен банканы кәдімгі ас содасымен жуамын. Крышкалар міне қайнап жатыр. Суым қайнап тұр. Міне қазір банкаларға жемістерді салып дайындаймыз. Шабдалы кішкене үрлеу екен, ортасынан бөлдім. Кішкене көбіректе болсын деп. Кішкене қатты сортын таңдадым. Ал енді банкілерге саламыз. Бәрін салып дайындап алдым. Енді қайнап тұрған суды құямыз. Суды толтырып құймаймын. Жартылай құйып, етін жауып қоямын. Осылай 10 минут тұрады, сосын суын төгіп тастаймын. Достар, енді 10 минут тұрды. Енді бұл суын алып төгіп тастайық. Осылай бәрін босатып аламын. Суын төгіп тастадық. Енді әрқайсысына міне мынандай стаканмен стаканды толтырмай қант саламын. Аса тәтті болғанын ұнатпаймын. Сосын міне байқасаңыздар, жемісінде аз салдым. Өйткені соғы көбірек болсын деп. Бүкіл банкаға осылай салып шығамыз. Мен достар бәрін салып шықтым. Енді қайнаған жаңа су, қайнаған суды толтырып құйып, енді жауып тастаймын. Жабылды. Енді бәрін осылай құйып жауып шығамыз қазір. Достар, бүгін компотымды жауып бітірдім. Міне 9 банка шықты, 2 литрлықтан. 2 литрлықтан 9 банка шықты. Жаңағы айтқанымдай міне жемісін аз қылып, суын көбірек қылып жасадым. Енді қазір пока мынамен жауып қойдым. Қазір енді ыңғайлы жерге қойып, төңкеріп қоямын. Жылы отдел жауып қоям. Қашан суығанша, суығаннан кейін алып шкафтарға салып тастаймын. Ал енді мен достар сіздерге мен қалай жасаймын, маған қалай ұнайды, соны көрсеттім. Ұнап жатса лайк басып, пікір жазып, ойларыңызды бөлісіп отырыңыздар. Алдыңғы видеоларыма пікір жазып жатқан, лайк басып жатқан көрермендеріме, жылы лебіздеріңізге үлкен рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Алла разы болсын сіздерге. Ал енді бүгінгі біздің тіршілігіміз осы болды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Баршаларыңызға жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Алла разы болсын. Рахмет баршаңызға. Қош сау болыңыздар.